Күнделікті өмірде бәрі жасайтын қателіктер. Ұйқы режимі. Түнгі 3-те ұйықтап, таңғы 11-де тұрсам бәрібір 8 сағат қой дейсіңдер ғой. Бірақ ол өтірік. Ағзаң түнгі 11 мен таңғы 3 арасында ең керекті гормондарды бөледі. Сол кезде ұйықтамасаң, қанша жатсаң да шаршап тұрасың. Жүріп тамақтану. Уақыт жоқ, жүріп жей саламын дейсіңдер ғой. Асқазан оған дайын емес. Тамақты отырып, асықпа, шайнасаң ғана дұрыс қорытылады. Әйтпесе асқазан ішек аурулары ерте басталады. Телефонмен ұйықтау. Көп адам телефонды құшақтап жатады. Экраннан шыққан көк жарық мелатонинді құртады. Яғни ұйқың таяз, миың демалмайды. Өзін-өзі емдеу. Басым ауырса болды, дәрі ішіп аламын дейсің. Бұл ең қауіпті қате. Дәріні себепсіз ішіп берсең, ол керісінше зиян береді. Мысалы, антибиотикті дұрыс емес қабылдасаң, микробтарды өлтірмейсің, қайта оларды батыр қылып шығарасың.